түрме, еш түрме. Мен айтпаймын, мына жер жақсы, біреуге бір оңайды. Бұл ОВ 156-14 қатаң режиміндегі түзету мекемесі. Жалпақ тілмен айтсақ, қызыл зона. 330 адамға шақталған түрмеде қылмыс жасаған бұрынғы заң өкілдері отыр. Солардың бірі Нұрлыбек Сағатов. Қызылорда облысының тумасы Ішкі істер министрлігінің академиясында жедел уәкіл болып қызмет еткен. Бірақ кім ойлайды, мысалы, ол сотталам, или сол аяғын сүрінеді. Бізде менде үйленем, дұрыс семья боламын, анама көмектесем деген ниет болған. ВК желісінде Нұргүл Балтабаева деген екі видео жібереді, мен оны ойымдадым жоқ енді. Сол же таныс балаларға жіберем. Нұрлыбек 2012 жылы алдымен жұма намазға қатысып, кейін таң намазын қосып, түбегейлі дінге бет бұрады. Осы аралықта интернет арқылы Нұргүл Балтабаева деген бойжеткенмен танысып, екеуі отбасын құрмаққа уағдаласады. Бұл оқиғаға Нұрлыбектің анасы куәлік етті. Бірақ межелі уақытта Нұргүл кездесуге келмей күлкі бұланға салынды. 7 айда соның лекциялары жіберілді ғой маған, Надир Абдухалиевтен. Ахмад Мединскийден. Радикалды көзқарас болған, енді экспертиза дәлелдеді ғой. 3 күн уақыттан кейін мені ұлттық қауіпсіздік комитеті ұстайды. Бір шейхтардың уағыздарын тыңдап, басқасын тыңдамайды. Сіз оған 100 жерден дәлел алып келіңіз, көрсетіңіз, қабылдамайды. Өйткені көздеріне перде түскен деп айтамыз ба, телеграм сайттары, ВК-ларда, мысалы Ресейдің әлеуметтік желілерін бұғаттау жеңілдеу. Өйткені олармен арда келісім шарт бар, меморандум бар да, халықаралық контенттегі әлеуметтік желілерді бұғаттау шыны өте үлкен күрделі процесс. 2020-ның өзінде 1750 контентке біз теріс қорытынды бердік. Әрбір шешімнің артында үлкен бір жауапкершілік бар. 35 жастағы азамат жалдамалы пәтерінде тұтқындалды. Тергеу кезінде әлгі интернет арқылы танысқан Нұргүл Балтабаева жіберген бейнероликтардан ойы бұзылып, дәстүрлі діннен ауытқу болғанын мойындап отыр. Сот оған 7 жыл жаза кесті. Негізгі мәселе, анау мұсылман емес, мынау мұсылман деген мәселеде емес, бұл жерде негізгі мәселе иманға шақыруда. Сол болу керек та бізде. Ал бізде бұл басқаша күлік салып тастайды. Проблема ол көбіне жаңағы интернеттен басталады. Бауырларыма да айтатын нәрсем, что интернеттен білім алмасын. Конституцияны басқарумен отырмыз. Конституция деген ол бір жаңағыдай не европалықтардың шығарғандары, бұл ислами заңдылықтарға қайшы, ана мынау деген сияқты нәрселердің барлығын олар айтады. Бізге ең дұрысы, мұсылмандар үшін ең дұрысы шариғат дейді. Осылардың барлығы, осы дүниетанымның барлығы сәләфилік идеологиясы, псевдо-сәләфилік идеологиясы. Сонымен қатар әрбір ұлттардағы салт дәстүрлердің барлығын жоққа шығарады. Сезімге берілген жедел уәкіл интернет арқылы танысқан бойжеткенге алданып, сол арқылы экстремистік идеологияға тез арбалған. Махаббатқа мас болдым дейді. Оның бостандыққа шығуына әлі 5 жыл бар. Үміт артқан кенжесінің қылмыскерге айналғаны ауыр тиіп, анасы биыл құсалықтан көз жұмды. Марқұмға ұлының қолынан бір уыс топырақ бұйырмады.